Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама қазақ халқының тарихындағы ең қайғылы әрі ауыр кезеңдердің бірі. Бұл оқиға 1723 жылы басталып, 1727 жылдарға дейін жалғасқан. Себебі Жоңғар хандығының қазақ жеріне жойқын шабуылы. Сол жылдары қыс өте қатты болып, жұт болды. Халық әлсіреп, көктемде жоңғарлар шабуыл жасағанда қазақтар дайын болмай қалды. Осылайша бүкіл ауыл аймақ босып жан-жаққа шұбырды. Көптеген адам қырылды, мал-мүлік талан-таражға түсті. Халық ертістен Алакөлге дейін босып, одан әрі Түркістан, Сыр бойына қарай қашуға мәжбүр болды. Бұл оқиғаның салдары өте ауыр болды. Біріншіден, қазақ халқының 1/3 қырылып қалды. Екіншіден, ру тайпалар арасындағы бірлік бұзылып, ел іші алауыздыққа ұшырады. Үшіншіден, бұл оқиға елге үлкен сабақ болып, кейін бір тұтас күшке бірігудің маңызын көрсетті. Осыдан соң қазақ хандары мен билері бірігіп, жауға қарсы тұруға бел буды. Мысалы, әйгілі Бұланты мен Аңырақай шайқастары дәл осыдан кейін орын алып, қазақтар бірліктің арқасында жеңіске жете бастады. Тарихтағы бұл ауыр кезең ел жадында сақталып, көптеген жыр дастандарда, жоқтаулар мен аңыздарда көрініс тапты. Ақтабан шұбырынды деген тіркес халықтың босып, шұбыра көшкен ауыр халін білдіреді. Ал бұл оқиға қазақтың басынан өткен ең үлкен сынақтардың бірі әрі кейінгі ұлт бірлігінің тәуелсіздік үшін күрестің бастауына айналды.